Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай оп-оңай жасалатын картоппен еттен ғана жасалатын духовкада 10 минут тұратын керемет тағам ұсынғалы отырмын. Қазір сіздермен біз осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды дайындау үшін бізге көп азық-түлік қажет емес. 300 грамм ет алсаңыз, шегілген ет, бір пияз тураңыз, бұрышыңыз болса болды, болмаса бұрышсыз-ақ болады. Сосын мына езілген картоп керек бізге. Түннен азанға қалып кеткен картоптарыңыз болса да, оған мен көкшеп қосып араластырып қойдым. Сосын мынау ірімшік керек, бетіне себетін. Болды. Олай ортада етіңізді, пиязыңызды, жаңағы бұрышыңызды 5-10 минут қуырып алыңыз. Көп болса 10 минут қуырып алыңыз. Мына картопты домалақтап алыңыз. Сөйтіп қолыңызды майлап, әдемілеп домалақтап алыңыз. Өстіп орналастырыңыз. Духовканың ресіне әдемілеп. Сосын осылап әдемілеп домалақтап алыңыз. Міне, енді осының үстіне етіңізді жайғастырыңыз. Бұл жерге қозы құйрық салсаңыз да болады. Сәбіз салсаңыз да болады. Асқабақ салсаңыз да болады. Өзіңіздің азық-түлігіңізге, фантазияңызға байланысты. Кім мені қалайды, солай салады. Міне ірімшігінде сеуіп қойдық. Енді духовкада 10 минут тұрады. Керемет тағам дайын болады. Қараңыз, дастарханға келді. Міне кесіп көріп отырмыз. 10 минут тұрады. Духовкада керемет тағам болды, қараңыз. Бұған жанына макарон қоссаңыз да болады, күріш қоссаңыз да болады. Қалағаныңыз. Ең бастысы керемет тағам дастарханға келді. Көріңіз, осы тәсілді де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қолдап жүргендеріңізге мың алғыс. Сіздің қолдауларыңыз менің каналым алға дамуына өте маңызды. Инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.